Баршаңызға сәлем достар. Тарих пәнінен аттестацияда келген сұрақтардың жалғасын ұсынамыз. 1 және 5 нұсқа каналда видеода бар. Сұрақтар WhatsApp желісінен алынған. Видео ұнаса каналға жазылып лайк баса кетуді ұмытпаңыз. 6 нұсқа мәтіні ұжымдастыру мен ТМД-ның құрылуы. 1 сұрақ. Қазақстандық археологтардың айтуынша алғашқы адамдардың тұрақтары мен еңбек құралдарын тапқан өңір. Сарыарқа. 2. Қытай деректерінде Қаңлы мемлекетінің билеушісі тұрған қала. Тарбан. 3. Ғұн мемлекетінде мөде билікке келді. Біздің заманымыздан бұрын 209 жылы. 4. Шығыс деректері бойынша түргештер билігін құлатқан қағанат. Қарлұқ. 5. 999 жылы Қарахандықтар орталық Азиядағы Самани мемлекетін талқандап биліктерін жүргізді. Әмударияға дейін. 6. Шыңғысхан дінаралық қарсылықты пайдаланып, халқын өзіне қарату үшін әскерге зорлық пен тонауға тыйым салған өлке. Жетісу. 7. 1457 жылы Сығанақ маңында ойраттардан жеңіліс тапқан билеуші Әбілхайыр. 8. 17 ғасырдың есімдері Қатаған қырғыны деген тарихи оқиғамен байланысты болған билеушілер. Есім хан мен Тұрсын хан. 9. Жоңғар шапқыншылығы кезінде барлаушылар жасағын басқарған Қабанбай батырдың жұбайы Гаухар. 10. Фашистердің үлкен Түркістан жоспары бойынша Қарағанды, Новосібір және Кузнецк индустрияланды аудандарды қоныстандырылмақ болған ұлт өкілдері поляктар. 10. Ресейлік ғалымдар қырғыз қазақ даласының Митраты деп атаған хан Кенесары. 11. Шоқан Уәлиханов шығыстану ғылымында аққан жұлдыздай жарқ етті де жоқ болды, деп жазған ғалым Веселовский. 12. 1927 жылы БГП 15 съезінде қабылданған саясат, ұжымдастыру. 13. Фашистердің үлкен Түркістан жоспары бойынша Қарағанды, Новосібір және Кузнецк индустрияланды аудандарды қоныстандырылмақ болған ұлт өкілдері поляктар. 14. Өндіруші шаруашылық пайда болған кезең неолитте. 15. Кеңес үкіметі қарсы шығып, оны Еуропаны қанау жоспары деп атап, оған қатысудан бас тартты. Маршалл жоспары. 16. Грек полистерінде қоғамдық мерекелер өткізуге, спорт мектептерін қамтамасыз етіп, жарыстар өткізуге, әскери кемелер жасап, жабдықтауға тиесілі болды. Жауап ірі байлар. 17. Феодалдық саты бойынша 20-30 елді мекенді басқарып, шағын әскер бөлімін жасақтау мүмкіндігін алған. Барондар мен виконттар. 18. 1453 жылы түрік әскерлері жаулап алған қала. Константинополь. 19. Францияда орталықтанған король билігі күшейтілді. 12 ғасырдың екінші жартысынан бастап. 20. 1939 жылы 23 наурызда келісімге қол қойылып, осы мемлекеттің экономикасы Германия қажеттіліктеріне сай дамытуға міндеттелді. Румыния. 21. 19 ғасырдың ортасында ақш аумағы шамамен өсті. 10 есеге. 22. Германияда Бисмарк саясатына қарсы либералды оппозицияның прогрессивтердің қалған бөлігінен құрылған партия. Еркін ойлаушылар. 23. 20 ғасырдың басында пайда болған адамзаттың өткен мәдени мұрасын қайта пайымдап, жаңамен сәйкестендіруге тырысқан бағыт неоромантизм. 24. 1937 жылы батыс державалары Германияның Австрияны қосып алуына дайындығын басқыншылық қадамы ретінде қабылдаған саясаты тыныштану. 25. Функционализм бағытында Бразилияның жаңа астанасын салған Оскар Нимейер. 26. Адам құқығы. Адам құқықтарының жалпы бірдей өлшемі. 27. Мәжіліске Қазақстан Халқы Ассамблеясы сайлайтын депутат саны 9. 28. Азаматтық құқықтың жалпы бөлімі қамтиды. Азаматтық құқықтың негізгі қағидаларын. 29. Жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы жазбаша келісім. Еңбек шарты. 30. Ауыр қылмыстарда қасақана жасалған іс-әрекеттерге берілетін ең жоғарғы жаза. 12 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айыру. 31. Республиканың аумағында сайлау туралы заңдардың атқарылуына бақылауды жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін орган. Орталық сайлау комиссиясы. 32. Екі немесе одан да көп адамның заңнамалық актілерді
танылған және қорғалған өздеріне тиесілі мүлікке өз қалауы бойынша иелік ету, пайдалану және билік ету құқығы, ортақ меншік. 33. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілеріне жатпайды, нөлдік төзімділік. 34. Бір келісімді жаңа келісіммен алмастыру, борышқорда жаңа міндеттемелер пайда болады, жаңғыртылу. 35. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексі қабылданды 2011 жылы. 36. Кәмелетке толмағандарды жұмысқа алу кезінде белгіленбейді. Зейнетақы жарналары. 37. Кәмелетке толмаған балаларды жұмыс уақыты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне көрсетілген 69 бапта. 38. Азаматтық құқықтың жауаптылық негізгі функциясы өтемақылық. 39. Бір тұлғаның оны қабылдауға құқығы бар басқа тұлғаны ақшалай немесе материалдай тұрғыдан асырауы, қамқорлық. 40. Әкімшілік қамақ 30 тәулік мерзімге қолданылады, ал төтенше жағдай талаптар бұзғаны үшін 40 тәулікке дейін. 41. Қазақстан Республикасы Конституциясында мемлекет пен қоғамға негізделген басты идеялар бекітілген бөлім. Адам және азамат. 42. Жоғарғы лауазымды тұлғаға деген сенімсіздік, мемлекет басшысын, яғни президентті қызметтен босату, оны заңды жауапкершілікке тарту. Импичмент. 43. 30 тәулікке дейінгі мерзімде, ал ерекше жағдайда режимінде талаптарды бұзған үшін 40 тәулікке дейінгі мерзімде қолданылады. Әкімшілік қамақ. 44. Мемлекеттік билікті теріс пайдалану, жеке бас пайдасы үшін лауазымды тұлғаларды сатып алу. Сыбайлас жемқорлық. 45. Баланы күштеп тартып алуға, сондай-ақ алимент төлеуден жалтарып жүрген адамдарды іздестіруге байланысты шешімдерді мәжбүрлі түрде орындатуға қатыстырылуы мүмкін. Ішкі істер органдары. 46. Жұмыскердің бұрынғы еңбек жағдайларын, оның ішінде жұмыс орнының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталады. Мүліктік кепілдіктер. 47. Еңбек дауларын туындататын әлеуметтік сипатта жағдайлар. Жұмыскерлердің табыс деңгейінің айырмашылығының өсуі. 48. Бітімге келтіру комиссиясында келісімге қол жетпеген кезде ұжымдық еңбек дауы тараптары дауды шешу үшін уәкілетті адамдарды тарта отырып құратын уақытша жұмыс істейтін орган. Еңбек арбитражы. 49. Қылмыстық іс жүргізу құқығының субъектілері, мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғалары, қоғамдық ұйымдар. Қылмыстық істерді тергеу, соттық қарау барысында іс жүргізу қатынастарына кіретін азаматтар. 50. Қазақстан Республикасының жер қорының өнеркәсіп байланыс, қорғаныс мақсаттарындағы жер көлемі 2,18 миллион га. 51. Сарматтардың құрамына Роксолан, Аорс, Сирак, Алан тайпалары енгені туралы дерек қалдырған грек-рим тарихшысы Полибий Диодор Плиний. 52. Қазақстан тарихының жаңа кезеңі басталады. Біздің заманымыздан бұрын 1000 жылы. 53. 1990 жылдары Қазақстанның дипломатиялық корпустары жұмыс істей бастады. Вашингтон, Мәскеуде, Анкарада, Пекинде, Нью-Йоркте. 54. Араб көктемі деген атпен белгілі болған наразылық шеруі өтті. Солтүстік Африкада, Пәкістан, Таяу Шығыста. 55. 21 ғасырдың соңында Түркияның халық саны осы елдердің халқының санына қоса алғанда да асып түседі деп болжайды. Германия, Франция. 56. Нормативтік құқықтық шарттардың түрлері. Мемлекеттік ішілік құрылтайшылық халықаралық. 57. Жергілікті атқарушы органдардың қарауына жатады. Коммуналды меншікті басқару, жергілікті мемлекетті басқару мүддесіне сай, жергілікті бюджетті әзірлеу, республика заңдары мен жергілікті атқарушы органдарды жүктелетін өзге де өкілеттерді жүзеге асыру. 58. Қазақстан Республикасының бала құқығы туралы конвенцияға қол қойды. 1994 жылы. 60. Халықаралық еңбек ұйымының негізгі мақсаттары мен міндеттері. Еңбеккерлердің әлсіз топтарын қорғау шараларын дайындау, жүзеге асыру, әлеуметтік еңбек мәселелерін шешімге арналған саясат пен бағдарламаларды әзірлеу, халықаралық еңбек нормаларын, конвенция мен ұсыныстар әзірлеу, қадағалау, әлеуметтік экономикалық іргелерге қолдау көрсету. 62. 1929 жылы Қарашада ұжымдастыру міндеті туралы ұлы бетбұрыс жолы мақаласының жарияланған саяси қайраткер Сталин. 63. Қазақстанда кіші қазанмен және ұжымдастырумен қатар белсенді жүргізілген науқан, ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау. 65.
Ұжымдастыру саясатында қарсы ұйымдастырылған көтеріліс саны 372. 66. 1991 жылы 8 қарашада СФРСР, Белоруссия, Украина мемлекеттері Беловеж тоғайында ТМД құру туралы келісімге қол қойды. Осы сәттен бастап ТМД одағының Кеңес одағының басқа да республикалары қосылуға ниеттенді. Беловеж тоғайында ТМД құру туралы келісімге қол қойған Украина президенті Кравчук. 67. 1991 жылы 21 желтоқсанда бас қосқан мемлекеттер қабылдаған құжат Алматы декларациясы. 69. ТМД одағын құруға бұрынғы Кеңес одағының басқа да республикалары ниет білдіріп бас қосқан уақыт 1991 жылы 13 желтоқсан. 70. 1991 жылы 21 желтоқсандағы қабылданған құжатта келісілді ТМД құру туралы. 7 нұсқа тарих. Қазақстан 19 ғасырдың екінші жартысы мен екінші дүниежүзілік соғыс. 1. Сүйек қалдықтарын зерттеу арқылы маңдайы тайқы, қабақ үсті сүйегі шығыңқы болғанын, тік жүргенін білеміз. Питекантроп. 2. Ақтас қыстау қонысы Қурайлы өзеніне жақын орналасқан. Кеген. 3. Қытай мен Римнің жазба деректерінде аттары аталатын мемлекеттік бірлестіктер. Үйсін, Қаңлы, Ғұн. 4. Ғұн мемлекеті оңтүстік және солтүстік болып бөлінеді. Біздің заманымыздан бұрын 1 ғасырдың ортасында. 5. Халықтардың ұлы қоныс аударуын түрткі болған тайпа Ғұн. 6. 985 жылы оғыздардың билеушісі Киев князымен одақтасып Еділ Бұлғариясын жеңді Владимирмен. 7. 999 жылы орталық Азиядағы Самани мемлекетін талқандаған мемлекет Қарахан. 8. Ұлы ғұлама ғалым Әл-Фарабидің отаны Отырар. 9. Моңғол империясына халыққа бұйрықтарды жеткізу үшін ұйымдастырылған жүйе бектер. 10 сұрақ. 1220 жылы Сығанақ қаласын талқандаған моңғол әскерін басқарды жошы. 11. Ақ-Орданың орталығы Сығанақ. 12. 15 ғасырдың шығыс дешті Қыпшақтағы билік өтті Әмір Темір ұрпақтарына. 13. Әбілхайыр өлімінен кейін өзбек хандарының иеліктерінде берекесіздік пайда болды деп жазды Ибн Рузбихан. 14. 16 ғасырда қазақ хандығының күшейіп, оның билігінің оңтүстікке қарай таралуына қолайлы мүмкіндік туғызған жағдай. Шайбанилер иеліктерінің екі мемлекетке бөлінуі. 15. 18 ғасырдың жоңғарларға қарсы жорықтарының бәріне қатысқан жырау Үмбетей. 16. Қазақтарға жайықтың оң жағалауындағы жайылымдылық жерлерді уақытша жалға алуға рұқсат берілді 1782 жылы. 17. 1867-1868 жылдары реформа бойынша әкімшілік басқарудың ең төменгі сатысы ауыл старшындары. 18. Қазақ газетінде мақаласы жарияланды. Бұл соғыстан жалпы жұртқа пайда жоқ. Нарылары алсар, ал шаруасын бұзып, қанын төгетін сорлы халық болар. Әлихан Бөкейханов. 19. Академик Курнаков Қазақ КСР Кеңес одағының тұтас металлогенді ауданы баға беріп зерттеген аймақ орталық Қазақстан. 20. Араб жазуы негізінде жасалған жаңа әліпбидің негізін қалаушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы. 21. 1934 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде алғаш ашылған факультеттердің бірі физика, математика. 22. 1941 жылы 26 маусымда Гастелло мен Масловтың экипажы құрамында болған Бейсекбаев дұшпандарды бомбалап әуеден соққы берді Радочковичи кенті маңында. 23. Бір мемлекеттің бөтен аймақты қарулы күштермен басып алуы оккупация. 24. 1957 жылы Дон кен орнының негізінде хром тұздары зауыты жұмыс істей бастады Ақтөбеде. 25. Әскери өндірістік маңызы бар химиялық элементтер берил, тантал шығарылды Өскемен үлбі зауытында. 26. Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінде барлығы 176 депутат сайланып, республика азаматтарының сайлау құқығы бар. Қанша пайызы қатысты? 73,52%. 27. 1425 жылы Әмір Темірдің немересі Ұлықбекке қарсы жорыққа шығып, Сырдарияның орта ағысы бөлігін қайтарып алған хан Барақ.
28. Жайық өзені қашан сарқылып, арнасы кеуіп қалғанша қазақтар оның бойынан кетпейді деген қанатты сөздерді айтқан хан Әбілқайыр. 29. Құнанбай қажы салдырған Меккедегі қонақ үй Табия. 30. Индустрияландыру жылдары республикаға елдің басқа аудандарынан жұмысшыларды жаппай қоныстандырған, қарсы шыққан, ұлттық мүддені жақтаған қазақ зиялысы Сәдуақасов. 31. 1202 жылы 3-ші Иннокентий ұйымдастырған крест жорығы. 4. 32. Индуизмнің негізі Үнді өзені бойында қаланған, біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта. 33. Хараппа және Мохенджо-Даро қалалары табылған аймақ, Үнді өзені аймағынан. 34. 1950-1953 жылдары солтүстік Корея жағында соғысты. Кеңестік мамандар қытайлық еріктілер. 35. 1950-1953 жылдары қырғи қабақ соғысты сипаттайтын тағы бір оқиға Корей соғысы. 36. Ежелгі Қытай данышпаны Кунфузы өсиеттері жазылған жинақ нақылдар. 37. 1946 жылы ақш пен Англия өздері оккупациялап отырған аймақтарды біріктіріп атады Бизония. 38. Балқан түбегінің оңтүстігінде орналасқан ежелгі мемлекет Грекия. 39. Біздің заманымыздан бұрын 510 жылы тақтан түсіріліп, елден қуылған Римнің патшалық кезеңінің соңғы қатал патшасы Тарквини. 40. Феодалдық вотчинадағы қожаның жері домен. 41. Англияда феодалдар әскери қызмет атқарғысы келмесе, қалқандық ақша төлеттірген король 2-ші Генрих. 42. Крест жорықтары кезінде көп уақыты мен қаржысын жұмсаған ағылшын королі 1-ші Ричард. 43. Батудың бағындырған жерлері қалалар бойынша сәйкестендір. 1237. Рязань қаласы. 1238. Владимир. 1240. Киев қаласы. 44. Үнді ұлттық конгресінің либералдық тобын құрады. Буржуазия. 45. 1940 жылдың 26 мамыры мен 4 маусымы аралығында Дюнкерктен түгелге жуық эвакуацияланды британдық әскер. 47. Америка ісі бизнес ұранын ұстаған президент Кулидж. 48. 1856 жылы Париж бітімі келісіміне сәйкес Ресейдің Түркияға қайтарған аймағы оңтүстік Бессарабия. 49. Отарсыздандырудың бірінші кезеңі 1943-1956. 50. 1920 жылы Генри Форд зауытында шығарылған автомобильдердің барлығы бірдей бағасы қолжетімді болды. $300 асқан жоқ. 51. Біздің заманымыздан бұрын 5-3 ғасырлардағы сақ көсемдерінің жерленуінен алғашқы мемлекеттердің басқару жүйесі байқалатын қорым, есік. 52. 18 ғасырда өмір сүрген ақын жыраулар Тәттіқара Үмбетей Бұқар. 53. Қазақ АКСР құрамында Қостанай өңіріне енгізу қажеттілігін дәлелдеген қазақ зиялысы Ахмет Байтұрсынұлы Сералин. 54. 1997 жылы реформа бойынша әкімшілік аумақтық құрылымды қайта қаралып біріктірілген облыстар Жезқазған мен Қарағанды, Көкшетау мен Солтүстік Қазақстан, Семей мен Шығыс Қазақстан. 55. Ежелгі Мысырдағы оңтүстік және солтүстік патшалықтардың астанасы Небут Бехбет. 56. Атты әскерлерді алғаш рет шебер пайдаланған ел сақтар. 57. Вена конгресі шешімі бойынша Ресейге берілген аумақтар Варшава герцогі, Финляндия, Бессарабия. 58. Қытай басшысы Мао Цзедудың жүргізілген үлкен секіріс саясатының ерекшеліктері. Индустрияландыру күрт жеделдетілді, барлық өндіріс қоғамдастырылды, 3 жыл ішінде коммунистік қоғам құруға ұмтылды. 59. 2003 жылы сәуірде халықаралық татуластырушылар квартеті жол картасы жобасын қабылдады. ақш, Ресей, Біріккен ұлттар ұйымы, ЕО. 60. 1931 жылы 12 сәуірде жаңадан құрылған Испания Республикасы үкіметінің алдына қойған мақсаттары: ұлттық мәселелерді шешу, жұмыссыздықты жою. 61. 1859 жылы Ресей империясы Ұлы жүздің және солтүстік Қазақстанның шекарасының аймағында салған бекінісі Қастек. 62.
1865 жылы Ресей әскерлері басып алды Ташкент. 63. 1853 жылы орыс әскерлері басып алған қоқандықтардың ірі бекінісі Ақмешіт. 64. Ресей әскерлері Әулиеата, Шымкент, Түркістан қалаларына шабуыл жасады 1864 жылы. 65. Ұлы жүз қазақтарын басқару үшін бекітілген лауазымды қызмет пристав. 67. Германияның Польшаға шабуыл жасауымен Екінші дүниежүзілік соғыс басталды 1939 жылы 1 қыркүйекте. 68. 1942 жылы 1 қаңтарда 26 мемлекеттік өкілдері декларацияға қол қойды Вашингтонда. 69. 1940 жылы Рузвельт үкіметінің Ұлыбританияға көрсеткен көмегі, қару және ерікті әскер. 70. 1945 жылдың шілдесінде КСРО, ақш және Ұлыбритания үкімет басшыларының конференциясы өтті Потсдамда. 8. нұсқа тарих Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан экономикасы. 1. Ағылшын антропологтері Дат пен Льюис алғашқы адамдардың 3 миллион жыл бұрын тасқа айналған сүйектерін тапты Шығыс Африкадан. 2. Ұзындығы 20 шақырымдай болатын Шыршық өзенінің оң жағалауынан табылған қаңылылар арығы Зах. 3. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда сақтарды ығыстыра отырып Жетісу жеріне қоныстана бастаған тайпа Үйсін. 4. Мөде ғұн мемлекетінің билігін өз қолына алды біздің заманымыздан бұрын 209 жылы. 5. Түрік-моңғол тайпалары тарихқа мал өсіруші тайпалар бірлестігі болған деп осы атаумен белгілі болды Қыпшақтар. 6. 552 жылы түріктер талқандаған ел Жужандар. 7. 1210 жылы Шығыс Қарахан мемлекетін талқандады Наймандар. 7 ғасырдағы Қытай жол көрсеткіш кітапшасында Ағозендегі қала сипатталды Сайрам. 9. 13 ғасырдың ортасы 15 ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында өмір сүрген мемлекет Ақ-Орда. 10. 1218 жылы моңғол көпестерін тыңшылар деп айыптап, оларды өлтіруге бұйрық берген отырар билеушісі Қайыр хан. 11. Ертістен батыста Еділге дейін Әмудария мен Сырдарияның төменгі ағыстарындағы жерлерді алып жатқан ұлыс Жошы. 12. 15 ғасырдың 70 жылдарында Мұхаммед Шайбани жорықтарды бастады Сырдарияға. 13. 1509-1510 жылдары Керей мен Жәнібектің мұрагерлеріне қарсы жорық жасаған Әбілхайыр немересі Мұхаммед Шайбани. 14. Тәуекел ханның 16 ғасырдың соңындағы сыртқы саясатының басты бағыттарының бірі Сібір ханы көшіммен күрес. 15. Қазақ билеушілері алғаш рет қалмақтармен соғысты 16 ғасырдың бірінші жартысында. 16. Игельстром реформасының мақсаттарының бірі Орынбарда шекаралық сот құру. 17. 1867-1868 жылдары реформалар бойынша ауыртпалықтар мен салықтардан босатылды сұлтандар. 18. 1918 жылы Семейде тұңғыш рет Абай журналын шығаруға қолға алған редактор Кемеңгеров. 19. Индустрияландыру жылдары қайта құрылған өнеркәсіп орны Қарсақпай комбинаты. 20. Қаныш Сәтбаев білім алған мұғалімдер семинариясы орналасқан қала Семей. 21. 1930 жылы 27 тамызда шыққан ОАК-ХКК-ның жалпыға бірдей бастауыш оқытуды қаулы шықты 8 жастан бастау туралы. 22. Алматы медицина институтында оқып жүрген кезінде майданға аттанды Мәншүк Мәметова. 23. 1942 жылы Жезқазған кеніштері жөніндегі көпжылдық еңбегінде мемлекеттік сыйлық берілген тұлға Қаныш Сәтбаев. 24. 1958 жылы Қазақстан одақтас республикалар арасында өнеркәсіп өнімдерін шығарудан 3-ші орынға шықты Ресей мен Украинадан кейінгі. 25. Хрущев басшылығы кезінде алқап ханшайымы болған дақыл жүгері. 26. Қазақстандық археологтардың айтуынша алғашқы адамдардың тұрақтары мен еңбек құралдары табылды Қаратау мен Үстірттен. 27. Моңғолдарда қабырға бұзатын және от лақтырғыш қарулар пайда болды солтүстік Қытайды бағындырғаннан кейін. 28. 1756 жылы Қытай үкіметімен дипломатиялық қатынас орната бастаған саяси қайраткер Абылай хан. 29. 1855 жылы Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордтың экспедициясына қатысады. Орталық Қазақстан Тарбағатай Жетісу.
30. 1994 жылы 2009 жылғы археологиялық жәдігерлер 4,4 миллион жыл бұрын өмір сүргенін айтады. Африкадағы. 31. Табиғаттың дайын өнімдерін тұтынатын шаруашылық, емденуші шаруашылық. 32. Америкалық коммунизмді тежеу доктрианасының маңызды бір бөлігі батыс елдерінде экономикалық, әскери көмек беру. Трумен доктринасы. 33. Магадха мемлекетінде бүлік шығарған сарай қызметкері Чандрагупта. 34. 1948 жылы 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылдаған маңызды құжат. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. 35. Қытайда әлемде ең алғаш ойлап табылды компас. 36. 1949 жылы өзінің бірінші атом бомбасын сынақ жасап, бүкіл әлемге атом қаруы бар екенін дәлелдеді. КСРО. 37. Драконт атты Архон заңы шыққан ел. Афина. 38. 1999 жылы Югославиядағы НАТО-ның әскери операциясында өткізілген гуманитарлық интервенциясын заңсыз деп танылған ұйым, Біріккен ұлттар ұйымы. 36. 6-9 ғасыр аралығында Рим империясының аумағында орналасқан тайпалардың әдет-ғұрып заңдары жазылған. Герман кельт. 40. Натуралды шаруашылық кезінде шаруалар азық-түлікті малды өздері өндірмейтін осы тауарларға айырбастап алды. Тұз бен темір. 41. Вильгельм 1086 жылы жер, халық және мүлік санағын жүргізіп, санақтың барысын осы кітапқа енгізді. Қаһарлы сот кітабы. 42. 1819 жылы ақш Флориданы мардымсыз өтемақы жолымен өзіне беруге мәжбүр етті Испанияны. 43. Шыңғысханның яса деп аталатын заңдар жинағы неше бөлімнен тұрады? 5. 44. Цин империясы әлсірей бастаған уақыт шеңбері 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басы. 45. 1265 жылы Англияда орын алған тарихи оқиға. Алғашқы қос палаталы парламент пайда болды. 46. 1915 жылы 22 сәуірде болған шайқас. Ипр. 47. Просперити гүлдену кезеңі басталды. 1922 жылы ақшта өнеркәсіптің өркендеуімен. 48. Данышпан ғалым бактериологиялық зерттеулерін жалғастыра отырып, Парижде алғаш рет бірқатар аурулардың Сібір жарасынан тауық індетіне және құтырудың сақтанатын екпелер жасап шығарылды. Луи Пастер. 49. 1948 жылы 10 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы қабылдаған маңызды құжат. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. 50. КСРО мен Финляндия Германияның араласуымен бітім шартқа қол қойды. 1940 жылы 13 наурыз. 51. Орталық Қазақстан, Алтай мен оңтүстік Сібір жазығын мекендеген сақ бірлестіктері. Аримаспы, Иседондар, Аргипей. 52. Қазақ зергерлерінің жасаған бұйымдары. Сақина, қаптырма, шолпы, білезік. 53. Қазақстанда кеңес үкіметі орнауының ерекшеліктері. Алдымен темір жол бойындағы қалаларда орнады, бейбіт және қарулы күреспен орнады. 54. 1993 жылы Қазақстан тарихында орын алған маңызды оқиғалар. Ұлттық теңге енгізілді, жекешелендірудің екінші кезеңі басталды. 55. Ежелгі Мысырдың үстем тап өкілдері, сарай қызметкерлері, қазылар, аймақ билеушілері, әкімдер. 56. Парсы патшасы Кирдің жаулап алуға бағытталған елдері. Мидия, Финикия, Вавилон, Палестина, сақтарға. 57. Орта ғасырдағы француз қоғамының үшінші сословиесін құрғандар. Шаруалар, қолөнершілер, буржуазия, жұмысшылар, қала кедейлері. 58. Юан Чикай үкіметі жүргізген саясатының ерекшеліктері. Жаңа конституция қабылдап, шексіз билік орнатты. 59. Цун Яценнің тұжырымдаған үш халықтық принциптері: ұлтшылдық, халық өкіметі, халық игілігі. 60. 1937-1938 жылдары Кеңес одағында жаппай саяси қуғын-сүргін саясаты кезеңінде қамалғандардың саны 9 және 10 миллион. 61. 1944 жылы қойылған Жұбанов пен Хамидио операсы, Абай операсы. 62. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстанның стратегиялық маңыздылығын арттырудың себебі Майданның жақындығы. 63. 1943 жылы тарының әр гектарынан 20 центнерден өнім жинаған әйгілі еңбеккер Берсиев
Ұлы Отан соғысы жылдарында қысқа мерзімде тартылған теміржол желісі Талдықорған Текелі 65 Германияның Польшаға шабуыл жасауымен Екінші дүниежүзілік соғыс басталды. 1939 жылы 1 қыркүйекте, 1942 жылы 1 қаңтарда 26 мемлекеттік өкілдері декларацияға қол қойды Вашингтонда. 1940 жылы Рузвельт үкіметінің Ұлыбританияға көрсеткен көмегі, қару және ерікті әскер. 1945 жылдың шілдесінде КСРО, ақш және Ұлыбритания үкіметі басшыларының конференциясы өтті Потсдамда. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса каналға жазылып лайк баса кетіңіз. Сұрақтар әріптестердің жинақталуымен WhatsApp желісінен алынған. Басқа да нұсқаларды жоғарыдағы осы видеоның сілтеме арқылы тастаймын, сол жерден көре аласыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет.